Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің каналыма қош келдіңіздер. Өткен жолы армян халқының гата печеньесін пісірген кезде сіңілім қатты ұнатып, тағы да сондай печенье жасашы деп өтінген болатын. Осы жолы печеньенің формасын өзгерттім және вареная сгущенканың орнына қолдан жасалған карамель қосып эксперимент жасап көрдім. Дәмі асып түспесе кем болған жоқ. Алдымен ұн салынған ыдысқа тоңазытқыштан шыққан сары майды 4 бұрышты қылып турап, қолмен араластырамыз. Бөлек ыдысқа қаймақ, ас содасы, жұмыртқа және қантты араластырып, ұн мен сары майға салып, жақсылап илейміз. Қамырдың бетін пленкамен жауып 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 30 минут өткен соң қамырды аздап ұн сеуіп отырып, 4 бұрышты қылып жаямыз. Карамельді отта ерітіп алып, қамырдың үстіне біркелкі етіп жағамыз. Айтпақшы, егер карамельдің рецебі керек болса, ол менің каналымда бар. Астына сілтемесін қалдырып кетемін. Үгітілген грек жаңғағын себеміз. Қамырды ортасынан 2-ге бөліп, әрқайсысын жеке ораймыз. Оралған қамырды видеода көрсетілгендей етіп ортасынан бөлеміз. Және арасы 7-8 см болатындай етіп кесіп, арқан сияқты қылып бұрап, формаға келтіреміз. Печеньені пергамент қағазы төселген противенге тізіп, бетіне жұмыртқаның сары уызын бір ас қасық сүтке араластырып жағамыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 25 минуттай қызарып піскенге дейін ұстаймыз. Печеньеміз дайын, түрі сондай әдемі, ал дәмінің ерекшелігінде күмәнім жоқ. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сау болыңыздар.